сәлеметсіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Бүгінгі тақырып ата-ана жұмысы және оның қоғамға пайдасы. Жұлдыз, кәнекей бастай қой. Менің әкем бокс спортының бапкері. Ол талай спортшыларды республика чемпионы, әлем чемпионаттарында жүлделі орындарға ие болған қазақ жастарын шығарды. Қазақ туын желбіретті. Менің әкем киім фабрикасының басшысы. Ол шетелден киімдерді алып, Қазақстанға келіп, тиімді бағада сатады. Көптеген адамдарды жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отыратын адам. Менің анам мұғалім. Ол білім таратушы. Менің әкем прокурор. Өрт сөндіруші. Атак, менің әкем депутат. Аспашы. Ал ендеше айолым, сенің кезегің. Менің әкем неден өтіп кеткен. Ол менің мәңгілік есімде. Ал анам қоғамдық әжетханада тазалаушы болып жұмыс жасайды. Балалар тынышталамыз. Күлетін нәрсе емес. Анамның айтуынша, гигиеналық тазалық бар жерде, денсаулықта таза болады. Ол өз жұмысын шын ынтасымен жасайды. Ал менің ойымша, қоғамға мұндайда тазалық сақтайтын адамдар керек деп ойлаймын. Сонда ол жұмысын атау қандай? Техничка. Тынышталамыз. Балалар. Айолым. Күлетін нәрсе емес. Ертең сағат кешкі 7-де ата-аналарыңды осы сыныпта күтемін. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Ал ендеше дәптерлеріңді ашыңдар. Бүгінгі тақырып басқа. Айолым, сән не болды? Ештеңке. Кім сені ренжіткен? Ешкім ренжіткен жоқ. Онда сен неге жылап отырсың? Айтыңызшы, сіздің ата-анаңыз кім болып жұмыс жасайды? Менің әкем осы мектептің директоры. Онда сізді ешкім ренжітпейді екен. Сондықтан сіз мені түсінбейсіз. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың үлгерімі жайында айттым. Қалған шешім өздеріңізде. Көп рахмет, бүгінге осы. Кешіресіз, құрметті ата-аналар. Кешіресіз, Айғаным Қанышқызы. Мұғалім ретінде айтайын. Ата-ана баласына үйдегі тәрбиесі үшін жауап береді емес пе? Ал мұғалімі мектептегі тәрбиесіне көңіл бөлу тиіс. Мысалы, кеше менің қызымның сыныптасы аяулымды қатты ренжітті. Қатты жылапты. Демек, сыныптастары сіздің көзінше оның көңіліне тиген. Мұндай жағдай біздің балалармен болмауына кім кепіл? Оқушының құқығын қорғау сіздің тікелей міндетіңіз емес пе? Әрине, Маржан ханым, сіз тәжірибесі мол мұғалімсіз. Мен сізбен толықтай келісем. Ол жағдай үшін айолымның анасы Гүлжауһар ханымнан кешірім сұраймын. Және сізбен жеке сөйлесем деп едім. Кешіріңіздер, әрине, араласып отқаныма. Кешегі болған жайтты балам айтып келген. Бұл мәселе бәрімізге ортақ әңгіме деп ойлаймын өзі. Балаларына мән жайды естіген ата-аналар, қолдарыңызды көтерсеңіздер. Ақпаратты мен білмейді екем, онда мен қайта берейін, құрметті ата-аналар. Әділет мырза, сіз қалалық әкімшілікте тұрғындар қарым-қатынасы департаментінің бастығы емессіз бе? Меніңше, сіздің пікіріңіз бізге қажет болар. Өйткені бұл жерде оқушының қарым-қатынасы жайлы болып жатыр емес пе? Айғаным сіңілім? Әрине солай, Маржан апай. Сонда сізге айолым ештеңе деп айтқан жоқ па? Түсінбедім. Мен қызым не білдіріп қойды? Мен ештеңе естіген жоқпын. Айолым бірдеңе білдірді ма? Жоқ. Айолым ештеңе білдірген жоқ. Оның сабақ үлгерімі жақсы, өте тәртіпті қыз. Мәселе айолымда емес, сіздің жұмысыңызда болып тұр. Түсінесіз бе? Қазіргі балалардың көзі ашық. Қоғамда болып жатқан барлық нәрсені біледі. Мен сіздің неден жұмыс екеніңізді білмедім. Дегенмен, регламентке байланысты біздің үйге берген тақырыбымыз ата-ананың жұмысы және оның қоғамға деген пайдасы болатын.
Бұл сыныпта бірнеше оқушы өзінің ата-анасының жұмысын жасырғанын мен сезген едім. Алайда оларды үзуге немесе толық ақпаратты суырып алуға менің дәтім барған жоқ. Ал аяулым сізді дәретхана жуады деп айтқанда барлық сынып ду күлді. Әрине олар балалар, олар не біледі? Дегенмен, сіз неге өзіңіздің мамандығыңызды бұрмалап басқашалап айтпадыңыз? Бүгін сыныптастарына, ертең басқа сыныпқа, достарына күлкіге қалады ғой. Өсіп келе жатқан қызым психикасына зиян келеді деп ойламайсыз ба? Сонда мен қызыма өтірік айтуым керек пе? Онда мен жалған ақпарат таратушы боламын ғой. Сіздің жұмысыңызды мына біздер, үлкендер түсінеміз. Балаңыздың болашағы деп еңбек етіп, жұмыс істеп жүргеніңіз үшін мың алғыс. Сіз түсініңіз. Аяулымның намысына үнемі тиіп жүреді деп ойламайсыз ба? Намысына? Қайдағы намыс, Айғаным ханым? Намыс ұғымының пайдаланатын жері болады ғой негізі. Құрметті ата-аналар, рұқсат етсеңіздер, мен осы жерде толық әңгімеге қосылайын, өз ойымды білдірейін. Жеке мен өз басым Гүлжауһар ханымның позициясымен толық қосыламын. Өйткені бұл кісі жалған ақпарат беріп отырған жоқ. Екіншіден, бұл кісі қыз баласының шыншыл болуын, ақиқатшыл болуын, әңгімені өтіріксіз толық жеткізуін тәрбиелеп отырған ата-ананың бірі. Үшіншіден, біз бұл жерде ситуацияның шығу жолын тіптен қарастырып отырғанымыз жоқ. Яғни, бір ғана кісіден кінә тауып отырғанымыз бар. Біз жалпылама ата-аналар әрқайсымыз бұл проблемамен кездесеміз. Сондықтан да шығу жолдары мынандай қарастыруға рұқсат етіңіздер. Ата-анасынан өз жұмыс орны, ата-анасының пайдасынан баланы намыстанбайтындай қылып білуіміз қажет. Ата-анасынан пайдасынан намыстанған бала болашақта өзінен намыстанатын болады, өз балаларынан намыстанатын болады. Яғни ол мемлекетке пайда әкелетін бала болып табылмайды. Өтірік жолмен тез-тез ситуациядан шығып кетудің жолын ғана бірінші қарастырып жүретін бала болады. Біз бұл жерде өтіріктің фазасы болашақта мақтаншақтық қалып баратын білуіміз қажет. Құрметті Айғаным ханым, мен толық келісемін сізбен. Балалардың көкірегі ояу, көзі ашық, өйткені қоғам сондай. Бір мысал келтірейін сізге. Менің балам прокурордың формасын күзетшінің формасынан әлде қайда айыра алатыны бар. Төртіншіден, адам баласының намыстанатын жері, намыс ұғымын пайдаланатын орындар болады. Яғни, біз бастағы сананың жоқтығы, жүректегі иман мен тазалықтың жоқтығынан намыстануымыз қажет. Ата-ананың тұрмыс тіршілігі, ата-ананың хал жағдайының жоқтығынан намыстанудың, ұялудың еш қажеті жоқ. Ол өмір, ата-ана оның бәрін дұрыстап алады. Намыстанатын қай жер? Мемлекеттік рәміздер аяқ асты болса, біздің ана тіліміз, біздің діліміз, біздің салт дәстүріміз, ғұрпымыз жоққа шығарылып жатса, бірінші кезекте намысталға тартуымыз керек. Намыс ояну керек бұл жерде. Қазақи намыс ояну керек. Ал біз намысты пайдаланбайтын жерге апарып, баланы намыспен жұрдай қылғанымыз бар. Құрметті ата-аналар, Гүлжауһар ханымға және Гүлжауһар ханымның еңбегін алдында бас игім келеді. Бұл кісі зор құрметке және де үлкен қошаметке лайық жан. Мен әкем мейрамханада күзетші. Ол келген қонақтардың тыныштығын сақтап, жаулардан қорғайтын батыр. Мен әкеме мақтанамын. Өз кәсібін сүйіп жасаған адам нағыз қоғам жанашыры.